Саламатсыздар ма оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз ең үлкен, ең кіші, ең қымбат, ең ауыр кітаптар туралы болмақ. Сабақтың мақсатына тоқталатын болсақ, үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану. Оқушылар сабақ тақырыбына байланысты қызықты деректерге құлақ түрейік. Әлемдегі ең ауыр кітап Лондондағы Британ мұражайында сақтаулы тұрған географиялық атлас. Оның салмағы 320 килограммды құрайды. Әлемдегі ең үлкен кітап Нидерланд астанасы Амстердамдағы мұражайларының бірінде сақтаулы тұр. Теңіз ережелерінің жинағы деп аталатын кітаптың ұзындығы орта бойлы адамнан сәл биік, ені 4 метр, қалыңдығы жарты метрге жуық. Әлемде ең кіші 12 кітап бар, олардың көлемі бір ас қасыққа сыйып кетеді екен. Әлемдегі ең қымбат кітап Лестер кодексі деп аталатын Леонардо да Винчидің шамамен 1506-1510 жылдары Миланда жазған еңбегі. Ол аукционда 44,6 миллион долларға сатылған. Дәптер небары 18 беттен тұрады. Леонардоның жазуын айнаның көмегімен ғана оқи алады екенсіздер. Сондай-ақ оқушылар, біз бүгін үстеудің соңғы мағыналық түрі күшейткіш үстеумен танысатын боламыз. Күшейткіш үстеу дегеніміз сынның немесе қимылдың, іс-әрекеттің белгісін я сапасын күшейтіп, я солғындатып көрсетеді. Мысалы, ең әдемі, тым биік, өте жақсы, мүлде білмейді, әбден шаршаған және тағы басқа. Құрамы жағынан күшейткіш үстеулер негізгі түбір болып келеді. Күшейткіш үстеулердің біразы етістікпен тіркесіп қалай деген сұраққа жауап берсе, қалғаны көбіне сапалық сіңесімен тіркеседі. Мысалы, аса маңызды, орасан зор. Бұл жерде күшейткіш үстеулер сіңесімен тіркесіп тұр. Сәл ауырады, керемет сөйледі. Бұл жерде етістікпен тіркесіп тұр. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Оқу жылы аяқталатын кезде сыныптың ең үздік оқушылары әртүрлі мақтау қағаздарымен марапатталды. Мәселен, Ая үлгілі тәртібі үшін деген аталымды иеленсе, Асан өте жақсы оқыған үшін диплом алды. Өңкей үздіктер жиналған сыныпта атаусыз қалғандар болмады. Бәріміздің көңіліміз көтеріңкі болды. Әншейінде жағаласып кететін біздер бұл күні тіпті шуламадық. Ұстаздарымыз сыныптың жыл бойғы нәтижесін айтып, әбден мақтады. Сөйтіп, бір-бірімізді қимай, үйдейімізге әрең тарастық. Оқу тапсырмасы. Мәтінде кездесетін күшейткіш үстеулерді анықтаңыз және дәптеріңізге тіркескен сөзімен бірге жазыңыз. Тапсырманы толық орындап болғаннан кейін кері байланыс жасаймыз. Мен күшейткіш үстеуді түсіндім. Дәлелім көп нүктенің орнына нақты дәлеліңізді айтасыз. Мен күшейткіш үстеуді түсінбедім, өйткені сізге не қиындық тудырды, бүгінгі тақырыпта сол туралы жазасыз.